Дәруменге бай шырындарды білесіз бе? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Ананастың құрамында бромелайн бар. Ол майды ерітетін қасиеті бар. Дәрігерлер ананас шырынын бүйрек пен ангина ауруларына ішуге кеңес береді. Ананас ас қорыту жүйесін жақсартып, терідегі дақтарды жоюға көмектеседі. Ананас шырынында А дәрумені бар. Бета-каротин, P, С және Б тобындағы дәрумендер. Калий, натрий, кальций, магний, фосфор, темір бар. Жүзім шырыны қатерлі ісік жатушаларының санын азайтуға көмектеседі. Құрамында А мен С дәрумені бар. Б1, Б2, көмір қышқыл, органикалық қышқылдар, калий, кальций, магний және марганец бар. Қара түсті жүзімнің шырыны жүрек ауруларының алдын алады. Ашық түсті жүзімде темір көп екен. Ол адамның шаршағанын басып, күш-жігерін толтырады. Гастрит, асқазан жарасы бар, әрі қан диабетімен ауыратын адамдарға бұл шырынды ішуге болмайды. Бұл шырынды үнемі ішетін адамның ағзасында холестерин деңгейі төмендеп, қан ойымай қалады. Сәбізде бета-каротин көп. Ол көздің көру қабілетін жақсартады. Сәбіздің құрамындағы Б тобының дәрумендері теріні жақсартып иммунитетті көтереді. Алайда сәбізді шырынды аптасына 2-3 реттен артық ішпеген жөн. Бета-каротиннің көптігі бауырға артық салмақ түсіреді, әрі терінің сарғыш тартуына себепкер. Алма шырынының құрамында С дәрумені, фосфор, темір, калий тұзы, магний, цинк, органикалық қышқыл бар. Қанның қорын толтырып, бүйректегі тасты ерітеді. Дәрумен қорын толтыратын жемістің бірі алма. Гастрит пен панкреатит ауруларына қарсы көрсетілімі бар. Орамжапырақ шырынында С, П дәрумендері, фолий мен амин қышқылдары, калий, кальций, натрий, магний және темір бар. Сондай-ақ құрамындағы йод, күкірт және хлор асқазанның шырышты қабаты мен ас қорыту жүйесін тазартады. Теріні тазартып, артық салмақ тастауға көмектеседі. Қызанақ шырыны жүрек қан тамыр ауруына пайдалы. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Пастерленген қызанақ шырынында барлық пайдалы қасиеттер сақталады. Құрамындағы С дәрумені, каротин мен Б тобындағы дәрумендер бар. Қызанақ ісік ауруларын болдырмайды. Шырынындағы серотонин адамға қуаныш сыйлайды. Күйзелістен кейін ағзаны қалпына келтіреді. Қызанақ шырынын әйелдердің жүктілік кезінде пайдасы мол. Антиоксидантқа мол анар шырыны ағзаға оңай сіңіп, асқазан жұмысын жақсартады. Антиоксидант ісік, жүрек қан тамыр ауруларын болдырмайды. Қартаюды баяулатады. Асқабақ шырыны жүрек қан тамырлары, бауыр ауруында, ұйқы қашқанда мыңда бір ем екен. Құрамында А, К, Б, С, Е, Д және П дәрумендері ағзадағы зат алмасуды қалыпқа келтіреді. Сондай-ақ асқабақта цинк, минералды тұздар, ақуыз бен майлар, темір бар. Асқазанында жарасы бар адамдарға қарсы көрсетілген. Жасыл жемістердің шырынында қияр, сельдерей, бұрыш, қанның құрамында қанттың деңгейін реттеп отырады. Бауырды тазалап, ісік ауруымен күреседі. Жүйке жүйесін нығайтып, есте сақтау қабілетін жақсартады. Қияр шырыны қызыл еттің қанауын тоқтатады. Беттегі безеуді емдейді. Шаш пен тырнаққа да пайдалы екен. Ал сіз осы аталғандардың ішінен қайсысын жиі ішесіздер? Қай шырын сізге ұнайды? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.